Сәлеметсіз бе, Майна апай? Біз экостеп тақырыбында ғылыми жұмыс қорғап жатырмыз. Сізге сол тақырып жайлы 2-3 сұрақ қойып жатсам бола ма? Сіз өз өміріңізде экологиялық әдеттерді жаңартуға дайынсыз ба? Әрине, экологиялық болғаннан кейін біз осы жан-жағымыздағы көшеміз, ортамыз барлығы тап-таза болғанын қалаймыз. Сол себепті көшеде қоқыс немесе пластикалық ыдыстардың барлығын мусорға тастауға әдеттенемін. Және де сіз өзіңіздің күнделікті өміріңізде қанша қадам жүресіз? Мен осы мектепке келіп және қайтар кезде үйге жаяу қайтқан кезінде кемінде 6000 қадам немесе 7000 мен 6000 қадам арасында жүремін. Және де сіз өзіңіздің жүріп жүрген қадамыңыздан электр энергиясын өндіруге болатынын білесіз бе? Жоқ, бұл жөнінде жалпы хабарым жоқ екен. Электр энергиясын өндіру жөнінде хабарым жоқ екен. Жауаптарыңызға рахмет. Сәлеметсіз апай. Біз экостеп атты ғылыми жобаны қорғап жатыр едік. Біздің бірнеше сұрағымызға жауап бере аласыз ба? Сіз өз өміріңіздегі экологиялық әдеттерді жақсартуға дайынсыз ба? Бізде енді қазірше қоқыстарды қайтадан өңдеп шығару, қоқыстарды жаңадан басқа бір затқа айналдырып пайдалану деген біздің қаламызда жоқ. Сондықтан да біз қоқыстарды арнайы орынға барып қойып, одан өзіміздің қоқыс тазалайтын нелеріміз организация не деп айтады, алғабас қазақша жұмыс жасайтын кісілер алып кетеді ғой. Сіз күніне орта есеппен қанша қадам жүресіз? Сол 4-5 шақырым жүретін шығар. Сіз өз қадамыңыздан электр энергиясын алуға болатынын білдіңіз бе? Жоқ. Біз осы жобаны қолға алып, осылай макет жасап отырмыз. Жауаптарыңызға рахмет. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, апай? Біз экостеп тақырыбында ғылыми жұмыс жасап, соны қорғап жатырған болатынбыз. Сол тақырыбында сізге 2-3 сұрақ қоя кетсек. Қойыңыздар. Бірінші сұрағымыз, сіз өз өміріңіздегі экологиялық дағдыларды жақсартуға дайынсыз ба? Иә, әрине дайынбыз. Экологиялық дағдылар таза болу, иә. Дәл қазір таза Қазақстан несі жүріп жатыр. 2025 жыл. Рахмет. Ал екінші сұрағымыз, сіз өз өміріңізде шамамен қанша қадам жүресіз? Мен дәл бүгін 9365 шақырым жүріп келдім. Біздің үшінші сұрақ, сіз осы өзіңіздің жүріп жүрген қадамыңыздан электр көздерін өндіруге болатынын білдіңіз бе? Сұрақтарыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, Жамал апай? Біз серіктесім екеуміз экостеп атты ғылыми жобаны жасап жатыр едік. Сізге бірнеше сұрақтар қойып өтсем. Сіз өз өміріңіздегі экологиялық дағдыларды жасауға дайынсыз ба? Мысалы, неден бастап едіңіз? Экология бірінші біздің айналамыздағы өзіміздің тазалығымыздан басталады. Айналадағы тазалығымызды әркім өзінің тазалығынан айналасын тазаласа, экологиямыздың таза болуын Керемет жауап. Сіз күнделікті орта есеппен қанша қадам жүресіз? шамамен 5000-6000 қадам жүретін шығар. Бұл орта есеп. Сіз өз қадамыңыздан энергия алып болатынын білдіңіз бе? Біз осы жобаны қолға алып жатырмыз. Сұрағыңызға